Байлық тек ақша емес. Ол ойлау тәсілі, табандылық пен сенімнің нәтижесі. Көп адам сәттілікті сырттан іздейді, ал шындығында бәрі сенің санаңда басталады. Сәлем, достар. Бүгін біз Наполеон Хиллдің аңызға айналған «Ойлан да байы» кітабынан ең маңызды ойларды талдадық. Егер сен де өз мақсатыңа жетуді, қорқыныштарыңды жеңуді және ойыңды байлыққа айналдыруды қаласаң, сен дұрыс жердесің. Видеоны ұнаса, лайк басып арнаға жазыл. Және қоңыраушаны бас. Өйткені алдағы видеоларда біз тағы да ең мықты мотивациялық кітаптардың құпияларын ашамыз. Ал енді кеттік. Қай жолды таңдасаң да бай болу үшін, мейлі трейдер, құнды қағаздарға инвестиция салушы, жылжымайтын мүлік маманы, компания басшысы немесе кәсіпкер бол, ең алдымен дұрыс ойлау жүйесіне ие болуың қажет. Бұл Наполеон Хиллдің Think and Grow Rich, ойлан және бай кітабының ең маңызды 5 тұжырымына арналған бейне жазба. Орташа заңдылыққа сай, кей адамдар осы видеодағы кеңестерді ұстанбаса да байлыққа жетуі мүмкін. Бірақ өмір саған жай ғана сәттілік береді деп үміттеніп, өз әрекеттері мен ойларың үшін жауапкершілікті мойныңа алмау ең жақсы жағдайда да қате жоспар. Ендеше байлыққа жету мүмкіндігіңді қалай арттыруға болатынын талдап көрейік. Егер сен өз-өзіңді жеңе алмасаң, өз-өзіңе бағынышты боласың. Бірінші тұжырым, сенің ойың бәрін анықтайды. Шын мәнінде ойлар заттар. Олар айқын мақсатпен, табандылықпен және байлыққа деген өршіл ынтамен ұштасқанда қуатты күшке айналады. Бұл «Ойлан және байы» кітабының басты идеясы. Тіпті оның атауынан ақ түсінуге болады. Егер сенің санаңда байлық бейнесі болмаса, оны банк шотыңнан қалай көре аласың? Барлық жетістікте, барлық табыста бір ғана ойдан басталады. Әр ұлы тұлға алдымен арманшыл болған. Ойлап қарашы, Махатма Ганди, Джордж Вашингтон немесе Мартин Лютер Кинг қалай табысқа жетті. Олардың барлығының жолы бір ойдан басталды. Сен өз ойыңды басқаруға қабілеттісің, себебі санаңа қалаған ойларыңды енгізе аласың. Бұл орасан күш. Күшті тілекпен ұштасқан ой бір сәтте физикалық шындыққа айналуға бейім. Бірақ бұл қос жүзді қылыш. Егер сен өз санаңа ойды саналы түрде сіңірмесең, ол бос тұрмайды, айналаңнан кездейсоқ ойларды қабылдайды. Тағы да қайталаймын, мұны кездейсоқтыққа қалдыруға болмайды. Егер сен өз ойыңды бақылай алмасаң, сен ештеңені бақылай алмайсың. Екінші тұжырым, өртеніп тұрған тілек. Ертеде бір ұлы жауынгер өзінен әлде қайда күшті жаумен соғысуға мәжбүр болған екен. Жау аймағына жеткен соң, ол өз әскеріне бұйырып, теңіз жағасында тұрған барлық кемелерін өртетеді. Енді олардың жалғыз таңдауы бар еді, жеңу немесе жойылу. Сөйтіп олар жеңіске жетті. Егер сен 100 адамнан өмірден не қалайсың деп сұрасаң, көбі нақты жауап бере алмайды. Тек қысым жасағанда ғана ақша, атақ немесе тұрақтылық сияқты тілектерін айтады. Бірақ қалам бұлыңғыр тілектерге жауап бермейді, ол тек айқын мақсатпен өртеніп тұрған тілекке жауап береді. Құдай әрқашан не қалайтынын нақты білетін, сол мақсатқа ұмтылудан таймайтын адамның жағына шығады. Тілек мәселесіне мен сенің орныңа жауап бере алмаймын, бірақ мынаны түсін, табысқа жету үшін сенде сол жанды өртейтін тілек болуы керек. Орташа деңгейден жоғары көтерілу үшін сен ұмтылған нысанаңа күшті тілекпен байланыс орнатуың қажет. Мысалы, сенің мақсатың ақша болсын. Міне, сол тілекті нақты нәтижеге айналдырудың 6 қадамы. Бірінші қадам. Ақылыңда нақты бір сома белгіле. Екінші қадам. Сол үшін не беретініңді анықта. Үшінші қадам. Қай уақытқа дейін жететініңді нақты белгіле. Төртінші қадам. Нақты жоспар құр және оны қазірден іске асыра баста. Бесінші қадам. Алдыңғы 4 қадамды жазып қағазға түсір. Алтыншы қадам. Осы жазбаны күніне 2 рет дауыстап оқы, таңертең және ұйықтар алдында. Бұл соңғы қадам аутосугестия, яғни өз-өзіңе сендіру. Бұрын бір әңгімені асырып айтып, не өтірік айтып жүріп, ақырында өзің соған сеніп қалғансың ба? Міне, бұл дәл сол тәсіл, бірақ мұнда мақсат өзіңнің өртеніп тұрған тілеуіңнің бір күні шындыққа айналатынына сенім қалыптастыру. Бұл туралы және нақты жоспардың маңыздылығы жайлы толығырақ бай болудың ғылымы атты қысқаша мазмұнымнан қарай аласыз. Үшінші тұжырым, тоқтаусыз күшке айнал. Жігіттер, менде жаңа идея бар. Біз қазір қолданып жүрген 4 цилиндрлі қозғалтқыштарды 8 цилиндрліге ауыстыруымыз керек. Әрі олар бір тұтас блок ретінде құйылуы қажет. Сонда біз барлық бәсекелестерді басып озамыз. Кешіріңіз, Форд мырза, бірақ ондай жасау мүмкін емес. Қалай болғанда да шығарыңдар. Бірақ, сэр, бұл мүмкін емес қой. Алға.
Жұмысты жалғастырыңдар. Қанша уақыт кетсе де, табысқа жеткенше тоқтамаңдар. Сәр, біз күн түн демей жұмыс істедік, бірақ айтқандай бұл мүмкін емес сияқты. Жоқ, мүмкін емес. Жалғастырыңдар. Кешіріңіз, Форд мырза, біз әлі де жолын таба алмадық. Алға басыңдар. Мен оны қалайда жасаймын, және ол менде болады. Қойшы, бұл адам жеңілгенін мойындамайды ғой. Мүмкін оған қалағанын берген дұрыс шығар. Мырза, біз жолын таптық. Ешкім жеңілмейді, тек соның өзін шынайы жеңілдім деп қабылдағанға дейін. Табандылық өмірдің кез келген саласында жетістікке жетудің басты қасиеті. Наполеон Хилл айтқандай, табандылық деген сөз ерлікке ұқсамай көрінуі мүмкін, бірақ ол адамның мінезіне болатқа қосылған көміртек секілді қасиет береді. Табандылық әдетке айналған адам үшін сәтсіздікке қарсы кепілдік пайда болады. Есіңде болсын, ештеңе тегін келмейді. Кейде өзгелер бәріне оңай жеткендей көрінеді, бірақ бұл көбіне сырт көзге ғана солай. Көршінің шөбі жасыл көрінуі мүмкін, бірақ өз бағыңды суаруды ұмытпа. Жоспарына берік бол, жеңіс сенікі. Жеңілгендер ешқашан жеңбейді, ал жеңімпаздар ешқашан бас тартпайды. 4-ші тұжырым, жыныстық энергия. Иә, дұрыс естідің. Наполеон Хиллдің айтуынша, адам баласына ең күшті 5 ынталандырушы достық, музыка, байлыққа деген алау сезім, махаббат және жыныстық энергия. Солардың ішінде ең қуаттысы жыныстық энергия. Бұл құмарлықтың күші соншалық, тіпті Троя соғысы осының кесірінен басталған деседі. Кез келген хайуанды пішкеннен кейін не болатынын қарашы, сол арқылы энергиядан айырылған тіршілік иесінің қандай күйге түсетінін түсінесің. Барлық ұлы тұлғалар жоғары дамыған жыныстық энергия иелері болған. Бұл энергияны шығармашылыққа, ізденіске және табысқа айналдыру нағыз данышпандықтың көзі. Энергия физикалық қалаудан басқа арнаға бағытталғанда ғана адамды данышпан деңгейіне көтере алады. Көпшілік бұл күшті дұрыс түсінбегендіктен және оны дұрыс қолданбағандықтан өздерін төмендетіп, жануар деңгейіне түсіріп жібереді. Көп ер адамдардың 40 жасқа дейін айтарлықтай жетістікке жете алмауының себебі тек ақыл мен сенімділік емес, дәл осы күшті басқаруды үйренбеуінде. Бүгінгі қоғамдағы азғырулар мен қызығушылықтар бұл қағидаларды ұстануды Наполеон Хиллдің ойлан да бай кітабын жазған уақыттан да қиындатып жіберді. Бұл үлкен ерік жігерді, жаңа әдеттерді қалыптастыруды және ескі мінез құлықтарды жоюды талап етеді. 5-ші тұжырым, қорқыныштың 6 елесі. Наполеон Хиллдің философиясын өміріне енгізу үшін алдымен өз қорқыныштарында жеңуің керек. Міне, адамдардың ең жиі кездесетін және ең қауіпті 6 қорқынышы. Есіңде болсын, олардың барлығы сенің санаңда ғана өмір сүреді. Ал егер қаласаң және жаттықсаң, оларды басқару сенің қолыңда. 1. Кедейліктен қорқу. Бұл қорқыныштың белгісі ақшаға немқұрайлықпен қарау және амбицияның болмау. Егер санаң үнемі ертең не жеймін деп уайымдап тұрса, байлыққа жету туралы ойға орын қалмайды. Өзіңе уәде бер, бар күшіңді салсаң, соның өзі жеткілікті. 2. Сыннан қорқу. Бұл адамдардың алдында толқу, өз ойын айта алмау арқылы көрінеді. Одан құтылудың жолы өзгелердің пікіріне мән беруді тоқтату. Кейде аздап оғаш болудан қорықпа. 3. Аурудан қорқу. Кейде адамдар жалқаулықтарын ақтау үшін өздерін ауырып қалдым деп сендіреді. Мұндай әдеттен арылу үшін ауру іздеуді қой. Әсіресе интернеттен. Кез келген симптомды іздесең, қауіпті диагноз табасың. 4. Махаббаттан айырылудан қорқу. Мұның ең жиі белгісі қызғаныш. Махаббатсызда өмір сүре алатыныңды өзіңе дәлелде. Егер қазір жалғыз болсаң, осы кезеңді өз өміріңді шынайы бағалауды үйренуге пайдалан. Содан кейін келетін махаббат тек бақыттың үстіндегі бонус болады. 5. Қартаюдан қорқу. Жасың үшін кешірім сұрап сөйлесу осы қорқыныштың белгісі. Қарттықты әлсіздік емес, игілік деп қабылда. Өйткені жас өткен сайын даналық, сабыр және өзін-өзі бақылау артады. Ал мүмкін осы уақытқа дейін күрделі пайыздың ғажайып күші де саған пайдасын тигізіп үлгерген болар. 6. Өлімден қорқу. Бұл қорқыныш өмірдің мәнін ұмытып, тек қашан өлемін деп ойлаудан байқалады. Бірақ өлім өмірдің бөлінбес бөлігі. Одан қорықпа, оны қабылда. Бақытты өмір сүрудің жалғыз жолы осы. Жалпы осы қорқыныштарды жеңудің жолы біреу. Өмірде еш нәрседе тұрақты уайымның бағасына татымайды. Қысқаша қайталау. Ең маңыздысы сенің ойың.
Құдай өзі не қалайтынын анық білетін, және соған ұмтылған адамның жағында болады. Жеңілетін адам, тоқтаған адам. Жеңімпаз ешқашан тоқтамайды. Жыныстық энергия адамдағы ең қуатты күш, оны дұрыс бағытта қолдан. Және ұмытпа, ұлылыққа жету үшін алдымен қорқыныштарыңды жеңуің керек. Егер бай адамның ойлау жүйесін меңгергің келсе, менің табысты болу туралы ең үздік кітаптардан жасаған тізімімді қара. Келесі кездескенше достар.